Адыраспанның емдік қасиеті. Егерде адыраспанның қандай емдік қасиеті бар екенін білгіңіз келсе, мына видеоны міндетті түрде аяғына дейін көріңіз. Ұнаса да, ұнамаса да тіркеліңіз. Осылай жасау арқылы біріншіден қазақ тілдегі контенттің дамуына үлес қосасыз. Екіншіден ана тіліміз қазақ тілінің дамуына азғантай да болса септігіңізді тигізесіз. Жақын жоқ дос жараныңызбен бөлісіп, қоңыраушанды басып қоюды ұмытпаңыз. Келесі шығатын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін. Адыраспан терең тамырлы көп жылдық өсімдік. Қазақстанның шөлейтті, сортаңды жерлерінде өседі. Сабы мен гүлінде у болады. Ол сасық, иісті, дәрілік шөп болып саналады. Биіктігі 30-80 см. Тау бөткейлерінде, жол бойында, жазық далаларда өседі. Қазақстанда оның 3 түрі бар. Шындығында бұл өсімдіктің емге жарар тұсы өте көп. Бірақ коронавирусты тоқтата ала ма? Бүгінгі тақырып бұл адыраспан коронавирусты тоқтата ала ма, алмай ма деген бір ғана тақырып емес. Жалпы адыраспанның қандай емдік қасиеттері бар, сол жөнінде болады. Сондықтан видеоны аяғына дейін көріңіз, өзіңізге пайдалы талай ақпаратты алатыныңызға сенімдіміз. Адыраспан халық арасында беловоқ, исрик, бибик, адыраспан, испан, қазариспан, исерик, қармал және тағы басқа атаулармен таныс. Ол орталық Азияда, Ресейдің Европа бөлігінің оңтүстігінде, Кавказда, оңтүстік Европада, солтүстік Африкада, таяу шығыс пен Монғолияда, Қытайда өседі. Адыраспанның бұтағы, жапырағы мен гүлі емдік мақсатқа пайдаланылады. Атақты ғалым дәрігер Әбу Әлі ибн Сина оны 8 көз қабынған кезде шаншуды басатын дәрі ретінде қолданыпты. Халық емшілері адыраспанды ревматизм, қышыма және басқа да тері ауруларын емдеуге пайдаланады. Оның шөбінен қайнатып жасалған тұнба суық тигенде, безгек ауруларына, нерв жүйесінің әлсіреуіне және ұстама ауруларына ем болып саналады. Адамдар оның шөбін жағып, түтінімен бас ауруын емдейді. Әрі жұқпалы сырқаты бар адам жатқан бөлмені залалсыздандырады. Адамдар ежелден адыраспанның ұрығын зығыр тұқымымен қосып, деміккені емдеген. Адыраспанды мың жапырақ гүлдерімен, киік өтімен, шөпшай гүлімен қосып қайнатады да, онымен асқазан сөлінің азаюын, яғни гепатит гастритін емдейді. Аталған шөптің қайнатынысы мен тұнбасы ауруды басып, адамды тыныштандырады. Сырқатты асқындырмауға, тер шығаруға көмектеседі. Тұнбасы суық тигенде пайдаланылады. Ал қайнатынысы ауыз қуысы мен тамаққа суық тигенде ауыз шаюға, басқа да шөптермен қосып аяқты жууға қолданылады. Адамның буыны сырқыраудан, аяқ қолы қақсудан емдеу үшін адыраспанды қайнатып, сол сумен ауырған мүшені 3 мәрте булайды. Жел құздан қозған буын ауруын емдеу үшін адыраспанның жас сабағын қиып алып, жаншып, буынға тарту керек. Малдың қотырын адыраспанды қайнатып жуған. Көп жағдайда суық тиіп, ауру басталғанда адамның денесі мұздап, қалтырап берекесі кетеді. Сол кезде адыраспанның қайнатпасын ішсе, ауруды жеңілдетеді. Адыраспанды зерттеу барысында оның құрамында гармалин бар екені анықталған. Ол антидепрессант. Дәрігерлер адыраспан жүрек қағысын тұрақтандырып, оның құрамындағы гармалиннің гидрохлориді туберкулез қоздырғыштарына қарсы тиімді күреседі дейді. Сондай-ақ ол сал ауруы мен паркинсонды емдеуге қолданылады. Бұл шөптің құрамындағы пеганинин демікпені емдеуге оң әсерін береді. Адыраспандағы дезоксипеганин гидрохлориді іш жүргізетін дәрі ретінде қолданылады. Бұдан бөлек
невралгия, миопия және басқа жүйке ауруларын емдеуге қолданылады. Шығыс қазақ халқы ұғымында адыраспанның киесі бар деп аяқ астына тастамаған. Бәле жаладан сақтайды деп кереге басына іліп қойған. Ал жаңа үйге кірерде босаға жын шайтан мүлдем жоламасын деп адыраспанмен аластаған. Халықтың емдік шөппен үй ауасын тазартуы көңілге қонымды. Сонымен бірге қолөнерде адыраспан ұзақ қайнатып, күрең қызыл бояу алған. Ауыл әйелдері бірігіп текемет басқанда киіздің қасына көз тимесін деп адыраспан және қызыл түсті мата төсеген. Алайда адыраспан улы өсімдік. Ашыққан кезде сиыр мен жылқы жеп, тыныстары тарылып, уланған сәттері тіркелген. Коронавирустың симптомдары қарапайым тұмаудың белгілеріне ұқсас болса да, шөп оны жойып жібереді деген сөз емес. Оның үстіне ғалымдар адыраспанды коронавирусты жеңе алатын әдіс ретінде санамайды. Бірақ дала шөбінің иммундық жүйе жұмысын жақсартуға, кейбір инфекциялық жеңіл ауруларды жоюға қауқарлы екенін жоққа шығармайды. Жүздеген жылдар бойы ата-бабаларымыз қолданыста ұстаған, дертіне дауа болған адыраспанның жоғарыда аталған сырқаттарға пайдасы бары ақиқат. Бірақ пандемияның алдын алуда тазалық пен жеке бас гигиенасын сақтаудан асқан профилактика жоқ екені дәлелденіп отыр. Сіздерге пайдалы ақпарат бердік деген ойдамыз. Егер де қалампырдың қандай емдік қасиеттері бар екенін білгіңіз келсе, дәл қазір міндетті түрде келесі видеоға өтіңіз.